жақсы. Жақсы. Короче, сұрақ. Мына жерде бір кісі айтыпты маған, типа Балауса ханымға туған күніне гүл апарған кезде неге Айгүлге апармадың деп айтыпты маған. Соған не дейсіз? Енді ол жерде сыйлық берді ғой артынша. Содан кейін жарайды дедім. А то бір әңгіме айтайын деп жатқанмын. Қайтып баратқанда ше? Не қайтып баратқанда? Қайтып баратқанда тоже бердім ғой. Ол енді ол бөлек қой. Эфирдағыны айтып жатыр ғой кісі. Қайтып баратқанда еще гүл берді. Ол енді вообще аяқ астынан. Аяқтың астынан деймін. Аяқтың астынан. Солай короче. Қазір мен ана жердегі апаны қуантатын боламын. Апа, саламатсыз ба? Менің атым кім екенін білесіз ба? Гүлжан. Танымайсыз ба мен Гүлжан дегенде? Ту, таныған кезде бір күшті подарка берейін деп едім. Жарайды, менің миымда қазір бір сан бар. Мен қазір бір санды ойлаймын. Бірден 10-ға дейін қандай санды айттың дәл қазір? 7. Дұрыс. Айттыңыз, менің атымнан сізге подарка береміз. 20 мың теңге. Шынымен ме? Шын? Жоқ, бәрі нормально. Қазақша міне, мынаған ұрсын. Не істеп жатсың? Просто мен арасында сөйтіп адамдар қуанып тұрамын деген сияқты ғой. Бесте емес. Иә, серьезно. Таптыңыз. Иә, таптыңыз ғой. Просто таптыңыз ғой. Все, сау болыңыз. Егер жаңа эфирді көргендер болса, енді кешірім сұраймын, мен артық кеткен жерлерім де болды. Бірақ та астары басқаша. Бүгіннен бастап біз Айгүл екеуміз эфир сыртында келістік. Бір-бірімізге ешқандай пікір айтпаймыз, біріміздің шаруамыз жоқ. Әркім өзінің өмір сүреді, әркім өзінің үміткерімен тып-тыныш сол, короче. Негізі жақсы көрмей жек көрудің арасы бір-ақ қадам дейді. Мен де жақсы көрмеймін, мен жек көрмеймін. Сыйластығым баяғыдай дұрыс ниет деген ойдамын. Айгүлде барлығы на эмоциях, а так танитым. Алып қосар ештеңем жоқ. Бұл сөйтіп айтып тастадық қой екеумізде жиналған заттарды. Может, сөйтіп түсінген болармыз екеуміз. А так барлығы нормально. Мен де ол да ешқайсы бірімізге жоламаймыз. Ақысы не істеп отыр ойлайсыздар? Видео түсіріп жатыр, реклама. Мен Айгүлдің қасында жүріп үйреніп жатырмын. Өскенде Айгүл сияқты болып.